Қанды қақтығыс, атом электр станциясындағы жарылыс қаупі, электр энергиясының тапшылығы. Қиын қыстау кезге қарамастан, Украина тағы бір атом электр станциясының құрылысын бастағалы жатыр. Энергоатом бұған дейін құрылысы тоқтап қалған жобаны қайта жандандыруға кірісті. Тіпті билік өкілдері осы мақсатқа 38 гектар жерді де бөліп берді. Жалпы бұл жоба Кеңес одағы кезінде іргетасын қалаған, алайда 1989 жылы құрылысы Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдары үшін тоқтап қалған. Бұған дейін Ресей Украинаның энерго жүйесіне ауыр соққы берді, салдарынан 15 облыс жарықсыз қалды. Ал Қазақстан болса атом электр станциясының құрылысы жайлы әлі ойланып жатыр. Ел бойынша тыңдаулар өтті, енді халық референдум өтетін күнді тағатсыздана күтуде. Өйткені дәл сол күн ел тағдыры шешілетін